Сәлеметсіздер ме, Қазақмет көрермендері. Біздің арнада пайдалы адам ағзасына қажетті кеңестер туралы болмақ. Егер сіздерге ұнап жатқан болса, лайк басып, біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен, Қасен Айдана. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бауыр аурулары, яғни олардың белгілері және де емдеу жолдары болмақ. Қазіргі таңда көктем келіп, адам ағзасының иммунитеті төмендеген жағдайда барлық адамдар өзінің иммунитетін көтеру үшін көптеген дауалар жасайды. Бірақ та осы адам ағзасындағы интерферон, ақуыз, антидене, бұның барлығы осы бауырда бөлінетін білесіз бе? Сондықтан да ең бірінші біз бауырымызға мұқият көңіл бөлуіміз қажет. Бауыр стратегиялық маңызы бар мүше. Ол осы қанды улы заттардан тазартып отырады. Дені сау адамда бауыр өзінің қызметін атқаруға күші жетеді. Бірақ та осы биохимиялық улы заттардың, токсиндердің көптеп жиналуы бауырдың қызметін бұзуға алып келіп соқтырады. Бұл токсиндерді медицинада токсикалық гепатоз дейді. Бұл токсиндер қайдан жиналады? Енді соған тоқталатын болсақ. Токсиндердің көбінесе ол адам ағзасындағы зиянды әдеттердің болуы. Ең біріншіден темекі тарту, шылым шегу, яғни алкогольді көптеп қолдану, дұрыс тамақтанбау, майлы тамақтар. Бұлардың барлығы өзін атқарып отырған бауырдың қызметін бұзып, адам ағзасында көптеген өзгерістерге әкеліп соқтырады. Бауырда нерв талшықтары жоқ, сондықтан да ең бірінші белгілері байқалмай адамдар өкінішке орай кеш уақытында бауырдың асқынған кезінде дәрігерге қаралады. Ең бірінші бауыр аурулары кезінде адам өзінің жағдайын бақылап, дәрігерге міндетті түрде қаралуы тиіс. Зиянды әдеттерден аулақ болу, салауатты өмір салтын сақтау, көптеген жаттығулар жасау, алкогольден, темекіден бас тарту бауыр аурулары үшін ең жақсы нәтиже. Ең бірінші бауыр аурулары кезінде рационға қатты көңіл бөлу қажет. Сұлы, ботқа, яғни бүйрек ауруларына қажетті көптеген шайларды қолдану бүйрек аурулары үшін өте тиімді. Бауыр аурулары кезінде ең бірінші диетаны қолдану, міндетті түрде дәрігерге қаралу, зиянды әдеттерден аулақ болу. Бұлар осы бауыр аурулары кезінде тиімді әдіс болып табылады. Осымен бауыр аурулары туралы біздің кішкентайда болса пайдалы ақпаратымыз аяқталды. Егер де жалғасын тапсын десеңіздер, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Сау болыңыздар.